Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңдер. Біз бүгін мясной пирог дайындаймыз. Бұл өте дәмді және оңай дайындалатын пирог. Бізге алдымен жұмыртқаның сары уызы керек, разрыхлитель, қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Және бөлме температурасында еріген сары майды қосамыз және жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнды қосамыз. Ұнды 2 бөліп қосуға болады. Тұз қосамыз. Оны қосып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Енді начинкасына кірісейік. Начинкасына менде тауық филесі. Өздеріңіз қалаған начинканы салуларыңызға болады. Тауық филесі кубиктап тураймыз. Және картошка қосамыз үстіне. Картошка тоже кубиктап. Үстіне тұз, бұрыш, паприка қосып жақсылап араластырамыз. Және де пиязымызды алып, турап, үстіне сәбізді теркадан өткізіп, қуырып аламыз. Қуырып болған соң, начинкамыз үстіне қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыз бізде дайын. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бір астыңғы бөлігі және үстіңгі бөлігіне. Жақсылап жаямыз, жұқа қылдырып. Және противенің үстіне астыңғы бөлігін төсейміз. Үстіне дайын начинкамызды саламыз. Және қамырымыздың 2-ші бөлігін жайып, үстіне жабамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Және 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Пешке салардың алдында үстіне мелан жағамыз. Және қалауларыңыз бойынша кунжут себуге болады. Менде 2 түрлі кунжут, бірі ақ және қара кунжут. Екі кунжут түрін сеуіп шықтық. Енді пешімізге саламыз. Міне осындай әдемі пирогымыз шықты. Дәмі өте керемет. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.